Сәлем оқушы, бүгін біз сенімен Гаусс әдісін қарастырамыз. Енді жалпы бұл тестінде кездесу мүмкін есептер. Сіздермен біз осыншама жаңағыдай логикалық тақырыптарды талдау бастадық. Енді Гаусс әдісінен бастайтын болсақ, енді бұл жерде қандай әдіс, қалай шығарылады, оңай қалай шығарады. Мысалы, 1-ден 10-ға дейінгі сандарды қосуда сіз әрине айтуыңыз мүмкін, ағай, оны былай да қоса саламыз ғой деп. Бірақ Гаусс әдісі қалай үйретеді бізге? Бұл жерде айтады, біріншімен соңғысын қос дейді. Сөйтті, қанша сан бар дейді мына жерде. Біз көріп тұрмыз 10 сан бар. Соған көбейтіп 2-ге бөл дейді. Неге 2-ге бөлеміз, Мысалы, 10-ға көбейттік, 10 сан болды деп айтайық. Ал неге 2-ге көбейттік? Өйткені қараңыз. Біз 1-ге 10-ды қосып жібердік қой. Сол кезде 11 деген сан шықты. Дұрыс па? 2-ге 9-ды қостық, тоже 11. 3-ге 8-ді қостық, 11. 4-ге 7-ні қостық, 11. 5-ге 6-ны қостық, 11. Енді осы 11-ден неше рет болады? Қараңыз, сізде бір 10 сан бар. 10 санды жұттастырып атырық 2-ге. Сонда қараңыз, 2 саннан 1 сан алып жібердік біз. Яғни 1-ге 10-ды қостық, 1 мен 10-нан 11 алдық. Енді содан бастапқыда 10 сан болса, кейіннен ол бізде 10-ның жартысындай сан болады. Демек, 11-ден неше рет болады екен бізде? 5 рет болады. Демек, 11 мына жерде көбейту 10 бөлу 2 деп енді жазсақ бізге кішкене жеңілірек болады. Өйткені кейде анау сандардың саны бар ғой, ол бізде жұп емес тақ болып қалуы мүмкін ше. Сондай кезде осылай жеңілірек болады. Сонда жауабы 55 екен. Биллдің ништан басты ерекшелігі ол жерде логикалық есептер өте көп кездеседі. Біз бұрынғы тесттердің анализ жасай отырып байқағанымыз 70-80% логикалық есептер екен. Енді сол есептер бойынша біз 20-дан аса тақырып құрастырдық. Сол тақырыптар бойынша арнайы видео курс дайындадық. Сабақтардың ұзақтығы 10-12 минут және соған байланысты тест тапсырмалары беріледі. Оны алу үшін төмендегі номерге жаза кетіңіз. Біз сіздерге жеңілдікпен ұсынамыз. Енді 1-ден 100-ге дейінгі сандарды қосатын болсақ, тура жаңағы әдіспен 1 қосу 100 дейміз. Қанша сан бар бұл жерде? 100 сан бар, Енді соған 100-ге көбейтемін де 2-ге бөле саламын. Болды. Ешқандай қиындық жоқ. Сонда 101-ді 100-ге көбейтсем 10.100, 10.100-ді 2-ге бөлсем 5050 шығады екен. Енді бәрі бұлай оңай бола бермейді, Бір жерінде бір қызық подвохтар, қиын түрлері болуы мүмкін. Мысалы, мына бір үшінші есепте бізде 1-ден бастап 99-ға шейінгі сандардың қосындысын табу керек. Мен мысалы 1-ге 99-ды қосу ең оңайы. Гаусстағы бастапқысы мен соңғысын қосу ең оңай. Мен қостым. Енді қанша сан бар тізбекте? Осы проблема да. Мысалы, 1-ден бастап 20-ға дейін тұрса, біз 20 сан бар деп айта саламыз. 10-ға дейін тұрса, 10 сан бар деп айта саламыз. Бірақ біздің жағдайда 1-ден бастап 99-ға дейін, бірақ ол жерде 2, 4, 6, 8 деген жұп сандар жоқ қой. Демек, біз мына жерде қанша сан бар екенін білмейміз. Сол қанша сан бар екенін табу үшін, мысалы, біреуіңіз айта салуыңыз мүмкін. Бұл жерде 50 сан көрініп тұр ғой деп ше. Өйткені 1-ден 100-ге дейінгі сандардың ішінде 100 сан болса, соның ішіндегі тақтары, яғни жартысы. Келсем 50 сан. Бірақ бізге анандай бір универсальный формула керек та. Ал егер 1, 3, 5, 7 емес, 1, 4, 7, 10 деген сияқты тізбек болса ше. Осы кезде мына бір формуланы қолданасыз. Қараңыз. Ең соңғысынан бастапқысын азайтам. Бұл тізбекте қанша сан бар екенін анықтайтын формула. 99-дан 1-ді азайттым, ең соңғысы, ең біріншісі. Енді оның қадамына білем. Шагына нешеге өсіп жатыр? 2-ге өсіп. Значит, 2-ге бөлем. Сосын плюс 1 қосып жіберем. Сонда 99-дан 1-ді азайтам, 98 2-ге бөлем, 49, 49-ды 1-ді өсім 50 болады. Демек, мен мына жерде n-нің орнына неше жазалады екен? 50 жазалады екен. Сонда 1-ге 99 қоссам 100 болады, 100-ді 50-ге өтсем 5000, 5000 жартысы 2500 болады екен. Түсінікті ме?